Осыдан бірнеше жыл алдын бір жаңалықтан көргем. Қапшағайдағы ойын каналының бірінде бір жігіт тіпті әйелін тіге жерген. Әйелін тігетін үй жоқ, көлік жоқ, қарыз алатын жердің өзі де біткен, елдің бәрін ақшаны алып біткен. Енді не қалды? Сөйтіп үйінде қатын тіге жерген. Сонымен жігіттер үйіне келіп, анау звонок басып тұр дейді. Ашса әйелі, ана жігіттер кеттік деп айтады. Қайда кеттік? Сен мынаның қатынысың деп айтады дейді. Соны жаңалықтан көрсетті уақытысында. Кәдімгі арнадан көргенбіз соны, теледидардан көрсетті. Бұл деген сөз, көрдің ба, ол жігіттің миында сол нәрсе тұр. Ол деген сөз, ол ойлап тұр, енді жеңемін қазір деп тұрып, адал жұптасқан әйелін де жіберді. Міне сондай деңгейге шейін түсіретті бұл мәселе. Сол үшін Алла Тағала әуе баста әлі оған жақындамаңдар деп тұр. Жақындамаңдар, фаштани буху. Мүмкін мүлдем таянбаңдар, жақындамаңдар, ол шайтанның амалынан мүмкін құтыларсыңдар деп Алла Тағала әлі жақындамай тұрып, ана жақтан біз ескеріп айтады. Расында ішімдік, маскүнемдік алып баратын әрбір ішімдік. Ойын құмарлар, міне әлем казино осының ішінде тұр. Ойын құмарлар, оның ішінде нарда да бар. Және бақсы балгерлер, бұның баршасы шайтанның амалдарынан. Нарданың өзін хадистегі айтқан пайғамбар нарда бар ғой. Мысалы кейде адамдар ойлауы мүмкін, жай нарда ойнап отырмыз ғой деп. Расасам айтқан, нарда ойнаған адам Алла және оның пайғамбарын жоққа шығарған адам екен дейді. Яғни мойындамаушы адам екен деген мағына. Осындай хадис бар мағынада. Демек, нарданың өзі бір ойын құмарға кіріп тұрма, ол жаңа айтып тұрған жаңағы олимп, оның ар жағына баратын жаңағы казино мәселесі адамның өмірі опасыздық алып келеді. Алла субхана ва тағала бізге құтылудың жолын үйретті. Неден құтылу? Мына өмірдегі жаңағыдай бір қиыншылықтан құтылу және ертең қияметте Алланың алдындағы есеп қисабыңның дұрыс болып жақсы жағына беру жағынан құтылу.